қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылыми пән екендігі, теориялық методологиялық негіздері, көркем шығармаларды мектепте оқытуда жасалған алғашқы қадамдар, Ибрай Алтынсариннің жаңа бағыттағы мектептері, халықтық демократиялық сипаты, 20 ғасыр басындағы әдебиетті оқытудағы Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатовтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, Мағжан Жұмабаевтың қосқан үлестері. Әдебиет әдістемесі педагогикалық ғылымдардың саласына жататын ғылыми пән. Пәннің қамтитын объектісі, қарастыратын мәселелері мектепте әдебиетте оқыту сабақтары кезінде мұғалім мен оқушылардың өзара қарым-қатынасы болып табылады. Біз әдебиетті оқыту әдістемесі кеше бүгін басталған деп айта алмаймыз. Себебі Жүсіпбек Аймауытовтың психологиясы, Мағжан Жұмабаевтың педагогикасы осы дидактикалық еңбектері әдістеменің ең бастау негізгі ғылыми еңбектері болып табылады. Әдебиетті оқыту әдістемесінің ғылыми пән ретіндегі мазмұнның негіздерін анықтау аса қажетті емес. Басқа пәндерді оқыту әдістемелері сияқты қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі де белгілі бір жүйеге негізделіп дамиды. Жүсіпбек Аймауытұлы жалпы дидактика барлық пәндерге тиісті оқытудың жалпы заңдары, жолдары, оқытуға қатысты мәселелер туралы сөз ететіні, ал жеке әдістемелік дидактиканың жалпы ережелерін тек пәндерді оқытқанда қалай жинастыру, қандай әдіс қолдану туралы баяндайтынын айтады. Ахмет Байтұрсынұлы оқудың негізі білімді өз бетінше алу керек екенін айтқан, сол туралы пікірлері әлі күнге дейін өз мәнін жойған жоқ. Ғалым өзінің 28 жыл Қызылорда қаласында басып шыққан тіл жұмсар еңбегінде бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу керек. Мұғалімнің қызметі өздігінен алатын білімнің ұзақ жолы үшін. Бала жұмысты әлінен шағындап беру мен бетін белгіленген мақсатқа қарай түзеп отыру деп жазған болатын. Аса көрнекті әдіскер орыс ғалымы да әдістеме дегеніміз дейді, уақытты үнемдей білу. Оқушы үшін жігерін ақылмен жұмсау. Оқу материалына негізгі және басты мәселелерді табу деп айтады. Әдебиет пәні жеке тұлғаның, адамның рухани әлемін, оның адамгершілігін, ойлауын, көңіл-күй сезімін, тілін, шығармашылық әрекет бастауларын қалыптастыруда ерекше орын алады екен. Ахмет Байтұрсынов қазақ әдебиеті әдістемесінің көшбасшысы екенін барлығымыз білеміз. Тіл жұмсар еңбегіндегі ойлар баланың өздігінен білім алу жолдарын бұл әдістеменің басты міндеті, яғни басты принцип болып табады. 1917 жылға дейін 3 мектеп білім беру жүйесі болды. Орта оқу мекемелері, ерлер мен әйелдер гимназиясы, мұғалімдер семинариялары, екінші бастауыш оқу мектептері, қалалық училищелер, приходской училищелер, үшінші кәсіби оқу мекемелері, яғни мұғалімдер семинариялары, мұғалімдер мектебі. Ибрай Алтынсарин педагогтық қызметі, яғни 1864 жылы мектеп ашумен байланысты, тығыз байланысты екенін білеміз. Халыққа білім берудегі отаршылдық, шектеушіліктің соншалықты саяси және рухани төзгісіз жағдайында қазақ бала үшін ана тіліндегі алғашқы оқулық осы қазақ хрестоматиясы болды. Осы кезеңде екі тарихи бастама жүзеге асырылғанын білеміз.
қазақ тіліндегі оқулықты қажетсінетін қазақ мектептері ашылды. Осы ашылған қазақ мектептерінің оқулыққа деген сұранысы өсіп, тұңғыш оқулық жарық көрді. Ыбырай Алтынсарин ұсынған әдістемелік жүйе 4 ұстанымнан тұрады екен. Оқу материалының оқулыққа балалардың жас ерекшеліктеріне қарай педагогикалық, прогрестік даму талаптарына сай сұрыпталып енгізілуі, яғни жас ерекшеліктерін ескеруі. Материалдардың орналасу, берілу тәртібінің тәрбиелік өнегелік тұрғыдан үлгі болуы, оқушыға материалды меңгеруде баса назар аударатын нәрселерді қарастыру. Сонымен қатар, оқушыға материалды меңгеруде баса назар аударатын нәрселерді қарастыру және оқытушының әрекеттері. Оқытушының әрекеттері болып табылады. Ыбырай Алтынсариннің осы мектепті ашудағы халықтың демократиялық сипатында біз өзіндік әдістемеге қосқан жаңалықтарын білеміз. Бұл жерде мұғалім беделін көтеруі, білім мен тәрбиені сабақтастыра жүргізу идеясы, оқулық авторы, оқытушыларын даярлау ісін қолға алуы осы демократиялық сипатқа жетеді. 20 ғасыр басындағы әдебиетті оқытудағы Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатовтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, Мағжан Жұмабаевтың қосқан үлестері орасан зор екенін білеміз. Мен жаңа айтып өткендей, Ахмет Байтұрсыновтың тіл жұмсары да, Мағжан Жұмабаевтың педагогикасы, Жүсіпбек Аймауытовтың психологиясы осы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесіне қосқан үлестері болып табылады.